Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін сіздерге тарих мектебі келесі тақырыпты ұсынады. Бүгінгі біздің сіздерге ұсынайын деп отырған тақырыбымыз қимақ қағанаты туралы болмақшы. Қимақ қағанаты біздің заманымыздың 9 ғасырының соңы мен 11 ғасырдың басында өмір сүрген алпауыт мемлекеттердің бірі. Олардың астанасы Имақия және Карантия деп аталады. Имақия қаласы ертіс бойындағы астанасы болса, Карантия Алакөл бойындағы астанасы. 656 жылы батыс түрік қағанаты ыдырағаннан кейін қимақтар өз алдына тайпа болады да 7 ғасырдың ортасында Алтайдың солтүстігі мен ертіс өңіріне көшіп келеді. Негізгі 7 ғасырдың басындағы олардың ата мекен жері Моңғолияның солтүстік батысы еді. 766-840 жылдары Батыс Алтайға, Тарбағатай мен Алакөл ойпаты аймақтарына қоныстанады. 840 жылы ұйғыр қағанатының құрамындағы Эймур, Баяндур, Татар, Ланиқаз, Ажларлар, Имек, Қыпшақ тайпаларының бірлесуімен қимақ қағанаты қалыптасады. Енді қимақ қағанатының қоғамдық құрылысына назар аударайық. Ол ең бірінші жоғарғы билеуші кіші қағанды япу шаттүтіктерді тағайындайтын ең жоғарғы билеуші ол қаған деп аталады. Қағаннан кейін екі саты төмен лауазым ол ябғу. Ал имек байғу немесе қимақ ябғу ол тайпа көсемдері. Тайпа көсемдерінен кейін әр тайпаның өзінің жеке тайпа көсемдері болды, оны шаттүтіктер деп атады. Яғни мағынасы билеуші көсем деп аударылады. 11 іс басқарушының өзіндік үлестік биліктері, жерлері болды және ол мұрагерлік жолмен берілді. Осы жерде назар аударып қарайтын болсақ, қимақ қағанаты алғашқы патриархалдық феодалдық мемлекет болып табылады. Саяси өмірдегі ең беделді жоғары топ ол әскери қызметкерлер. Оларға қызметтері үшін де үлестік жерлер беріліп отырды. Қимақ қағанатының шаруашылығында басым болған шаруашылық мал шаруашылығы болып табылады. Әсіресе олардың ішінде Әл-Гардизи былай деп айтады: шаруалар өз мырзаларының малын бақты, қысқа арнап олар өздерінің шама-шарқына қарай қой, жылқы немесе сиыр етін сүрлеп алады деп дерек қалдырған. Ал Махмуд Қашқари болса, олардың шаруашылығы туралы мынандай мәлімет айтады: малсыздар жатаққа айналып, қолөнерді, балық аулауды кәсіп еткен деп көрсетеді. Ертістің орта ағысын мекендеген қимақтар 9-10 ғасырларда егіншілікпен шұғылданады. Ол дерек Әл-Идрисидің мәліметінде берілген. Яғни қимақтар бидай, арпа, күріш және жүзім өсірген деп көрсеткен. Қытай деректерінде де қимақтар туралы мәлімет бар, бірақ ол жерде тек олардың яммо деп аталатын атауы кездескен екен. Қытай тарихшысы Сыма Цян Моңғол жерінің солтүстігінде өмір кешкен қимақтардың ішінде қыпшақтар да болған деп дерек келтіреді. Парсы тарихшысы Әл-Гардизи сонымен қатар мынандай да дерек береді: қимақ елінің құрамында 7 тайпа болған. Олардың ішіндегі ең атақтылары қимақтар мен қыпшақтар деп көрсеткен екен. Қимақ қағанатының құрамында өте көптеген қала мәдениеті де болды. Олар оғыздардан кейінгі қала мәдениетін дамытушы мемлекет болып табылады. Ал қалаларды біздің білуіміз бойынша сауда орындарының негізінде құралатыны белгілі. Ендеше қимақтарда сауда орындары да жақсы дамыған. Оны біз араб географы Әл-Идрисидің еңбегіне назар аударамыз. Ол ертістің бойында қимақтардың 16 қаласы бар және онда басты қала Карантия деп көрсеткен екен. Және Карантия қаласын картада ең алғаш көрсетіп берген осы араб географы Әл-Идриси. Грек тарихшысы Яқып Әл-Хамауидің еңбектері шындыққа жанасады. Өйткені бұл кісі сапарлары барысында қимақ аталатын тайпаға жеттік.
Жазық жерде алтынды кесек күйінде шығаратын кеніш бар. Сол сияқты өзеннің ағысынан алмас та табылады. Ол жерде жазуға арналған қалам жасайтын қамыс өседі деп көрсеткен екен. Осы деректердің негізінде баса назар аударатын болсақ, қимақтардың негізгі мекен еткен жері Алтай таулары екені белгілі. Ал Алтай таулары барлығымыз білетінімізше кенді металлургияның орталығы, иә, түсті металлургияның түрі осы Алтай тауларында мекен еткен. Ертіс өзені ағып жататын болғандықтан, оның жағасында да қамыстар молынан өседі. Ал Әл-Хорезми болса, Хақан түркілердің патшасы, Қахан көземнің көсемі, парсылардың Шахиншах, яғни хандардың ханы деген сөз деп қимақ қағанатындағы билеушісінің қаған болғандығын дәлелдеп көрсеткен. Араб саяхатшылары қағанның ертіс бойындағы ордасы Имақия қаласы да туралы жазып қалдырған. Осы жерден біз қимақтардың екі астанасы болғаны, біріншісі Карантия, екіншісі Имақия екендігін сөзсіз дәлел келтіріп айтқан екен. Енді қимақ қағанатының кәсібіне назар аударсақ, олардың басты саудадағы атқарған және сатылымға шығарған мүліктері ол бағалы аң терілері болып табылады. Сонымен бірге қимақтар темір қорытудың нағыз мамандары, садақтың жебесін жасаудың хас шеберлері болған. Оған дәлел олардың зираттарынан түрлі жебелердің табылуы. Ал ат әбзелдерін жасауда оларға ешкім жетпеген. Зираттарында саздан жасалған ыдыстар, яғни көзелер көп кездескен, бірақ олардың көпшілігі қолдан жасалған, сондай қатты сәнді емес. Осыған қарағанда оларда көзешілік кәсібі жеткілікті дамымаған. Көзешілік кәсібі жеткілікті дамымағанмен, ең бастысы темір қорытудың нағыз мамандары болса жеткілікті еді. Өйткені ол уақытта жаңа жерлерді жаулап алу, соғысқа кез келген уақытта дайын болу және оның ішінде қару-жарақтарының жетілуі басты назарға назар. Қимақтардың дініне келетін болсақ, олар ата-баба ұрпағына және Тәңірге сыйынған. 10 ғасырда ислам дінінің тарай бастағанының дәлелі Жанақ қаған өзін Хақан әл-Имақи деп атаған және жерлеу рәсімдері дәлелдейді. Енді әл-Қимақи деген сөзден назар аударып қарайтын болсаңыздар, ислам дініндегі барлық ойшылдардың атауы осылай аталады. Яғни шыққан жеріне байланысты, иә. Жанақ ибн Хақан әл-Қимақи өзінің кітабын жазып, оны 12 ғасырда араб географы Әл-Идриси Қимақ елін сипаттаған еңбегінде пайдаланған екен. Қимақтардың қолданған жазуы ежелгі түркі жазуы, 9-10 ғасырларда қимақтардың ежелгі түркі жазуымен жазғандығын дәлелдейтін, сонымен қатар қола айнадағы жазулар болып табылады. Әбу Дулаф ол туралы былай дейді: қимақтар ежелгі түркі жазуын қолданды және қамыс қаламмен жазды деп көрсеткен. Енді 9 ғасырда тоғыз оғыздар жерінің бір бөлігін өзіне қаратып, ол жерде қимақ билеушісінің әскері рулар жасағы ретінде салтаттылардан әскер қамдаған болса, 10 ғасырдың екінші жартысында Қарахан мемлекеті үздіксіз шабуылдар жасай бастайды. 11 ғасырда осы қарахандықтардың әсерінен қимақ қағанаты ыдырай бастайды. Қарахандықтардың жорықтары жиілеген соншалық, олар Ертіс өзеніне дейін жетіп, қимақ қағанатының құлауының басты себебіне айналады. Ал ішкі қайшылық пен сыртқы қайшылықтың салдарынан құлаған қимақ қағанаты 11 ғасырдың басында Қыпшақ қағандығының құрамына енеді. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Бөлімге тіркеліп, подписация етіп, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза отырыңыздар.